Балалар, сендер мақта қыз бен оның достары туралы ертегіні көріп пе едіңдер? Бүгін біз сол қызықты оқиғаны бірге көреміз. Ертеде мақта қыз бен мысық өмір сүріпті. Мақта қыз бен мысық тату-тәтті өмір сүріпті. Мақта қыз үйін жинап жүреді. Қыз бір күні үйін жинап жүріп, жерден мейіз тауып алады. Мақта қыз мысығын шақырады, бірақ мысық келмейді. Сосын мейізді өзі жеп қояды. Мақта қыз, мені шақырдың ба? Мен мейіз тауып алдым. Сен келмеген соң өзім жеп қойдым. Қыз, неге мейізді жеп қойдың? Ендеше мен сенің қатығыңды төгемін. Мысық, сен не істедің? Менің қатығымды төктің ғой. Бұл қатық маған керек еді. Сен менің қатығымды төктің. Енді мен сенің құйрығымды кесіп аламын. Неге менің қатығымды төгесің? Сен менің ақылды досым едің ғой, мысық. Кешірші мені, мақта қыз. Өтініш, менің құйрығымды қайтаршы. Ендеше сен менің қатығымды қайтар. Сол кезде мен саған құйрығыңды беремін. Мысық сиырдан қатық алу үшін сиырды іздеп келеді. Сиыр, маған қатық бер. Менің қарным ашты. Маған жапырақ әкел. Ағаш, жапырағыңды берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін. Қыздар, өтініш, маған су беріңіздерші. Қыздар мысықтан сағыз сұрайды, ал мысық сағыз алуға дүкеншіге келеді. Әй, дүкенші, маған сағыз берші. Маған жұмыртқа бер. Мысық жұмыртқа алу үшін тауықты іздеп келеді. Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Мысық дән іздеп тышқанның үйіне келеді. Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Үйімге бір табақ тары бар. Мә, бір уыс тары ал. Рахмет саған. Тауық, міне саған тар алып келдім. Маған жұмыртқа берші. Міне, саған жұмыртқа берейін. Рахмет, тауық. Сатушы, міне сізге жұмыртқа алып келдім. Маған сағыз бересіз бе? Мә, саған сағыз. Рахмет. Міне, сенің сағызың. Рахмет, енді саған су береміз. Міне, ағаш, мен саған су әкелдім. Рахмет, енді мен саған жапырақтар беремін. Мә, жапырақты қапқа салып қояйын. Жолың болсын, мысық. Мә, саған жапырақ әкелдім. Рахмет, енді саған қатық беремін. Мынау саған қатық. Рахмет, енді мақта қызға барамын. Енді мен мақта қызға қатық апарамын. Қатығыңда келдім. Рахмет, енді құйрығыңда беремін. Міне мысық, ала ғой құйрығыңда. Бірақ енді бұзықтық жасаушы болма. Кешір мені, мысық. Сен де мені кешір, досым. Біз енді әрқашан дос боламыз. Иә, мәңгі дос. Мысық,
Бүгін ауа райы қандай тамаша, гүлдерге су құяйық. Әдемі болып өссін. Иә, иісі қандай тәтті. Кітапта қызықты ертегі бар екен. Маған да оқып берші. Бұл ертегі бізге адалдықты, мейірімді болуды және достарға көмектесуді үйретеді. Балалар, біздің арнамызға жазылыңыздар. Иә, бірге таңғажайып оқиғаларға аттанайық.